Жамбыл облысында жыл соңына дейін 214 миллиард теңгенің инвестициялық жобасы жүзеге асады. Бұл 1000 жарымға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деген сөз. Сонымен қатар аймақта тұрғын үй құрылысы былтырғыға қарағанда 22%-ке артқан. Жыл басынан бері 577 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын Мерей Байет зерделеп көрді. Жамбыл облысында 2028 жылға дейін құны 3,4 триллион теңге болатын 80 инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Нәтижесінде 6,5 мың жұмыс орны ашылады. Биылғы 10 айдың өзінде өңірге 370 миллиард теңге инвестиция тартылды. Жыл соңына дейін 35 жоба жүзеге асады. Олар химия, құрылыс, агросала мен өңдеу бағытындағы кәсіпорындар болмақ. Солардың бірі орталық Азиядағы ең алғашқы жел генераторлары бөлшегін шығаратын зауыт. Жоба құрылысы Шу ауданындағы Жібек жолы экономикалық аймағында басталды. Тың бастамаға қытайлық инвестор мен самұрық қазына қоры 114 миллион доллар салып отыр. Қазақстанда баламалы энергия көзіне басымдық беріліп жатыр. Оның үстіне Жамбыл облысы жел энергиясын өндіруге өте қолайлы аймақ. Сондықтан жұмысымыз сәтті болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта мамандарымыз осындағы қызметкерлермен тәжірибе алмасып, технологиясын үйретеді. Аймақта кәсіпкерлік саласының да көкжиегі кеңейіп келеді. Былтырмен салыстырғанда өңірдегі жеке кәсіпкерлер саны 25,5%-ке артқан. Жалпы облыста тіркелген 105 мың нысанда 165 мың адам жұмыспен қамтылған. Биыл 38 мың кәсіпкерді қолдау мақсатында қаржы институттарынан 154 миллиард теңге бөлінді. Оған қоса бизнеске мемлекеттен де қолдау бар. Мемлекеттік бағдарламалар арқасында да көптеген қаржыландар бөлініп отыр. Атап айтатын болсақ, 1766 жобаға қазіргі таңда 40 миллиардтан астам сома бөлінген болатын. Мемлекеттік бағдарламалардың ішіне мемлекеттік субсидиялар, гранттар, сонымен қатар кепілдендіру саясаттары жүргізіліп отырады. Өңірдегі өнеркәсіптер 10 айда 727 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Соның ішінде химия саласы үздіктер қатарында. Республика бойынша шығатын тауардың 24%-ын Әулиеатадағы зауыттар шығарып отыр. Биыл облыста 750 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Қазір 78 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 2000-нан аса пәтер үй кезегінде тұрған.